Mama endi kunja gulshig'at ya Üstün o'nglar etiledi, üstün o'ng'alab Dalada жүреді балың домалап ya Domalap ya, domalap Өткен күнде көрдің көреріңді Енді алып тауыспасын саған беремін Барлық жылдар әзір қазір қалайық, бас айып бір жанын беріп алайық. Қаржы қырандары жолға шықты ортаға, бұл қол сатыласыны бастады. Бізде алтын жылға берілген. Бұл кәдімгі сіздерге болашақта ақша жинау үшін берілген. Және көп тұрғанда бізде мұнда инвест деген сөз жазылып тұр. Инвест деген сөз ол ақша жинау және де оны көбейту дегенді білдіреді. Алынған ойын түрі финансовый счастье деп аталады. Сөзімен сөйлеген саналмайтын сан түрлі суретті түгендеген лайксыз Өзіне лайксыз істерді істемей ондай жерден сен кел Егер сенбесе сен сендір өзіңмен өзің бірге бір Егер болмасам бәрібір басынан баста Мама енді күнде гүл шығады я Үстің оңнан еттіледі үстің оңалады Далада жүреді балың Белгіленген төрт команда төрт сұрақты бөліп алу керек. Мен жасабай. Бізде келесі жаққа өте береді. Мысалы білім алыңызда бізге сонымен жұмыс істағанымыз. Содан кейін бізге транспорт керек сол жұмысқа бару үшін. Содан кейін бізге үй керек сол қасында немесе қалада тұру үшін сол жұмыстың қасында. Содан кейін көлік керек. Сол көлікпен бізге загород бара аламыз. Басқа активтар жұмыс істей аламыз. Соның бәрінің ең маңыздылығы бізде білім болады. Білім болмаса бәрі болмайды бізде. Қай топ таңдады? Теңге. Төртінші сұрақ дұрыс екен. Білдік эксперимент жұмыстарын есебінен жүргізеді. Мысалы бизнес ашамыз, жұмыс істей аламыз, және де өзінің шағын бизнесін ашамыз деп ойлаймын. Жасайтын тапсырмалар 3 миллион шешеді. Қараңыздар, біткен алма сатып 1 килограмм 700 теңге ал сатты 200. Бірінші кезеңде тартқанда инвест 8 балл, одан кейін қаржы 9 балл, бюджет 10 балл и теңге 7 балл. Инвест 898 ұпай.